Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен қазіргі таңда хит болып тұрған маклюбе тамағын дайындаймыз. Бұл тамақтың ерекшелігі барлығын жуып тазалап, дөңгелекше етіп турап, жеке-жеке қуырып алады екенбіз. Ал біз әдеттегідей олай болса тамағымызды жасай отырып, кезекті қиссамызды баяндаймыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Ыдырыс пайғамбар қиссасы. Ыдырыс пайғамбар ғалым болыпты. Оның есімі дәрісті көп оқыған дегенді білдірді. Құдай оған 10 қасиетті нәсіп етті. Бірінші пайғамбарлық, екінші ғалымдық, үшінші жазу ғылымын жасады, төртінші зергерлік, бесінші қару-жарақ жасады, алтыншы соғыс өнерін жетілдірді, жетінші соғыс тұтқындарын өлтірмеу, қорламау тәртібін ендірді. Содан бастап тұтқынның құлақ мұрнын кесу, мәйіттерді кескілеу, оларды жерлетпеу қылмыс болып саналды. Сегізінші киім тігуді үйретті. Тоғызыншы кәлима айтып, көпшілікті иман нұрымен баураған. Оныншы пейішті аралап, сонда қалып қойған. Қиямет қайымға дейін ол сол жерде тірі болатын 4 пайғамбардың бірі. Ыдырыс нәби жер мен көктің жаратылысына қарап, одан ғибрат алатын. Халыққа уа халайық, әр нәрсеге назар салып қараңдар. Ұлық Алла неткен шебер, ол өте мейірімді. Сіздер мен біздерді махаббатпен жаратып, есепсіз нығмет берді, деп үлгі шашатын. Пайғамбардың құнарлы ойлары адамдардың жүрегін оятып, олардың жарлы болса да арлы болып өмір сүруіне ықпал етті. Ол Құдайға, жаратушы жомарт иеміз, бізге ілім бер, деп ұдайы жалбарынатын. Тілектері қабыл болып, 30 парақтан тұратын кітап түсті. Бұқара халық кітап оқып, арам мен адалды айыруды үйренді. Дәрет алып, таза жүру, ғұсыл құйыну, шаш тырнақты күтіп ұстау парыз болып бекіді. Осыдан бастап, шашы өскеннің елі кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген сөз қалыпты. Бір күні Ұлық Алла періштелерге, Ыдырыстан асқан білімді жоқ, деп мақтанды. Періштелер Ыдырысты Алланың рұқсатымен қонаққа шақырып сынамақ болды. Сұхбат үстінде Ыдырыс Әзірейілге, жан тапсырып көргім келеді, жанымды алып қайта салшы, өлім халімін бастан кешіп көрейін, деді. Әзірейіл Ыдырыстың жанын табанынан тартып, мұрнынан суырғанда, Ыдырыстың жан дауысы шықты. Жанын қайта кіргізгенде, Ыдырыс, жан шіркін тәттеген, қатты қиналдым. Адамның өлімнен не үшін қорқатынын енді түсіндім. Ысырапыл сүр үрлегенде дүние астан-кестен болады екен. Сол құдіретті көргім келеді. Сүр үрлеші, деді Ысырапылға. Құдай досының көңілін қимай, ол кернейін тартты. Керней тартқанда Ыдырыстың зәресі қалмады. Сүрдің дауысы зәрлі екен. Айбатынан 18.000 қалам дірілдеді. Зәрем зәр түбіне кетті. Енді қыл көпірден өтіп, 7 тозақты көргім келеді, деді. Мәкәйіл оны қыл көпірден алып өтіп, тозақты көрсетеді. Тамұқтағы сұмдықты көріп, жаны шошиды. Тозақ қорқынышты екен. Алла пендесін тозаққа тастаудан сақтасын. Енді жұмақтаралап көрейін, деп Жәбірейілге қолға салды. Ол да Құдай досының көңілін қимай, келісіп, жарайды, бірақ шартым бар. Жәннатқа кірген адам қайтып шыққысы келмейді. Қайта шығам деп уәдеңді бер, деді. Ыдырыс сөз берді. Жәбірейіл оны ертіп, жұмақтың 8 қабатын түгел аралатып көрсетті. Ыдырыс сәмбіт алтын жанына келгенде, бір кебісін әдейі ұмыт қалдырды. Аралап болған соң, пейіштен шықты. Пейіштен ұзай бергенде, жәннатта бір кебісім қалып қойды. Тез барып алып келейін, деп Жәбірейілден рұқсат сұрады. Жәбірейіл, жарайды, тек тез кел, деді. Пайғамбар сол кеткеннен мол кетті. Кешіккен сайын Жәбірейіл мазасызданып тұрды. Шыдамы таусылып, Ыдырысты іздеп қайта кірді. Қараса, пайғамбар әлгі сәмбіт алдың саясында дамылдап жатыр екен. Әй, Ыдырыс, бұл не жатыс? Мен сені күтіп тұрмын ғой. Шық сыртқа, деді. Пайғамбар таңданып, шыққаны қалай? Жұмаққа бір кірген адам
қайта шықпайды деп өзің айттың ғой, деді. Иә, бірақ сен қайта шығам деп уәде бергенсің. Мен уәдемде тұрып, пештен шықтым. Екіншісінде кебісімді алу үшін кірдім. Ол кезде уәде бергенім жоқ. Адам жұмаққа кіру үшін алдымен өліп, қайта тірілу керек. Оны білемін. Әлгінде Әзірейіл жанымды алғанда бір өліп тірілгенмін. Адам қайта тірілу үшін қияметте болу керек. Әлгінде Ысырапыл сыр үрлегенде мені қияметтің даусын естідім ғой. Мен қияметтің даусын естідім ғой, деді. Сөзден жеңіліп бара жатқан Жебірейіл асқалақтап. Жұмаққа кірер алдын құл көпірден өту керек, деді. Сонда Ыдырыс, Мәкәйілмен бірге құл көпірден өтіп, тұзақтарлап шыққаным есіңнен шығып кетті ме? Деп сұрады. Періште сөзден жеңілді. Сол кезде Алла, әй Жебірейіл, сөз тапқанға қолқа жоқ. Оны білімді деп айттым ғой сендерге. Ыдырыс айласын асырды. Енді оның жұмақта мәңгі бақи қалуына рұқсат, деді. Ыдырыс содан бері пеште екен, деп бүгінгі қиссамызды осымен аяқтаймыз. Анығын Алла білет, кейінгі ұрпақ, алдыңғы буындар бізге есті әңгіме айтпады демесін деп осындай қиссалардан баяндап отырмыз. Мінекей достар, біздің де кереметтей Маклубе, қазіргі таңда хит болып тұрған Маклубе тамағымыз дайын. Міне достар, менің видеоларым, қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де менің осы рецептімен жасап көріңіздер. Ал ас болсын достар, өмірлеріңіз мәнге толсын, дастархандарыңыз дәмге толсын. Келесі бағдарламада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.